Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге оқырманмен сұхбат айдары. Бүгін бізде қонақта университетіміздің 3-ші курс студенті Кенжебай Алмас Қанатұлы. Алмас, қош келдіңіз. Жалпы көңіл күйіңіз қалай? Барлығы жақсы, барлығына рахмет. Дәл осындай сұхбатқа шақырғандарыңызға. Көңіл күй тамаша, көңіл күй керемет. Біздің оқырманмен сұхбат айдары негізі кітапқа қызығатын, кітапқа жаны құмар оқырмандар жайлы. Біздің бүгінгі сұхбатымыз осы тақырыптың төңірегінде болмақ. Яғни сізге алғашқы сұрағымды қойсам. Менің алғашқы сұрағым, сіз жалпы қарапайым кітаптар, мысалға әдеби кітаптар болсын, көркем сөз жанрындағы, не болмаса бір мотивациялық кітаптар, қазіргі таңда актуалды тақырып бұл мотивациялық кітаптар. Сол жанрдағы кітаптар оқисыз ба? Қандай кітаптарға қызығасыз? Жалпы айтқанда, қандай жанрдағы кітаптарды оқығанды жөн көресіз? Жалпы көбінесе менде романдар, лирикалық романдар, жалпы жанр менде әдеби жанрлар. Яғни көбінесе бізде жаңағы махаббат қызық мол жылдар болсын, Ұлпан бар, Бақытса Жамал деген шығарма бар. Ең алдымен мені дәл осындай кітап оқуға қызықтырған шығарманың бірі ол бізде Ілияс Есенберлиннің көшпенділер шығармасы, яғни еліміздің тарихы жайлы, ол жердегі жетістіктер, ерліктер жайлы жазылған. Жалпы дәл осындай жанрлар қызықтырады. Мотивация бойынша бізде көбінесе Робин Шарманың кітаптарын оқып отырамын. Дәл осындай қызықты кітаптармен. Жалпы осы орайда сіздің соңғы оқыған кітабыңыз қандай, соны айтып кетсеңіз? Соңғы оқыған кітабым менде қазіргі таңда жалпы негізінде қазір өзіміздің алып жатқан білім саламызға байланысты сабағымызға қатысты кітаптар көбінесе, яғни анатомия, генетика деген секілді, яғни пәнімізге байланысты кітаптар. Ал былай қарапайым пәндік тұрғыдан шығатын болсақ, жалпы бізде соңғы рет мен Ұлпан шығармасын оқыған болатынмын. Жаңа айтып өттіңіз ғой, көбінесе оқуда қолданылатын ғылыми әдістемелік құралдарды қолданады деп. Сізде мысалы мамандығыңыз қандай және мамандыққа байланысты қандай кітаптар оқытылады сізде? Жалпы өзімнің оқып жатқан мамандығым ол бізде биология мұғалімдері, яғни болашақ биология мұғалімдері болғандықтан кейін көбінесе бізде биология саласымен тікелей қатысты, яғни химия болсын, басқа да физика болсын, барлығына тікелей қатысты болған екен. Дәл осы пәнге қатысты кітаптар оқытылады. Жаңа атап өткендей анатомия, генетика деген секілді. Көбінесе бізде кітаптармен қоса видеороликтер бар, және де басқа онлайн платформалар бар, осының барлығын қолданамыз. Жалпы осы оқуда қолданылатын кітаптардың ішіндегі өзіңіздің мамандығыңызға байланысты қандай кітаптарды тоздырып, кәдімгідей былай беріліп оқыған кітаптарыңыз болды ма? Қазіргі уақытта беріліп тоздырып оқыған кітаптар ол бізде мамандыққа қатысты болатын болса, анатомиялық атластар бар, Рақышевтың кітаптары бар. Сол секілді анатомияның бір жазылған кітаптар бар, сол кітаптарды біз көп қолданамыз. Ал сабақтан бөлек немесе ғылым жобаларынан бөлек болатын болса, онда біз көбінесе сол роман кітаптарды ақтарамыз деп айтсам болады. Сол әдеби жанрдағы романдардың мысалы бір атап өтерлік бір кітапты айта аласыз ба? Осы кітапты мен кәдімгі қызығып, ішіне кіріп беріліп оқыған кітабыңыз. Жалпы дәл осындай романға қызықтырған ол мені махаббат қызық мол жылдар деген роман. Яғни мен өзім алғаш бірінші курсқа келген кезде дәл осы романды бастаған болатын. Ол жердегі оқиға да барлығы дәл осы менің өмір кезеңіме ұқсас, яғни студент кезден басталған. Яғни Ербол мен Меңтай екі басты кейіпкер жайлы кез келген студентке және де кез келген жасөспірімге оқылу керек романдардың бірі деп айта аламын. Жақсы. Енді осы жерде бір таусына сұрақ қойсам, жалпы оқырман кітап оқыған кезде бір бөлек әлемге еніп, бір ерекше сезімге бөленіп кетеді ғой. Сол секілді өзіңіздің де бір ерекше сезімді бастан кешірген кезіңіз болды ма? Әрине, дәл осындай кітаптар егер де сені бөлек әлемге немесе көз алдына сәл сол кейіптерді алып келетін болса, ол онда
автордың кереметтей туындыны жасағаны деп айта аламын. Яғни ол сені өзінің әлеміне алып келіп, сол шығарманы таныстыра білді деп ойлаймын. Ондай шығармалар өте көп болды. Мен негізінен кітаптарды оқыған кезде, яғни сол оқиғаға кіре отырып, яғни көз алдыма елестете отырып оқимын. Яғни оның бірнешеу емес, көп деп айтамын. Сізге де көп рахмет осылай сұхбатымызға келіп, арнайы сұхбат бергеніңізге. Сіздермен бірге болған оқырман сұхбаты аман саулықта жүздескенше.